Азра полицияға барып, өзі берілмекші болады. Сол сәтте Азраға Джихан хабарлама жібереді. Мен сені полицияға ұстап бермеймін, өтінемін, жауап берші, сөйлесейік дейді. Мұстафа Азраға: не болды? Ол сенен үйге қайтуыңды сұрады ма? Бер маған телефонды, онымен өзім сөйлесем дейді. Азра: өзім сөйлесемін деп Мұстафадан телефонды алып қояды. Джиханға: саған не керек? Егер маған қоқан-лоққы көрсеткің келсе, босқа әуре болма. Мен полиция бөлімшесінің жанындамын, өзім барып берілемін дейді. Джихан: жоқ, керек емес. Мен сені полицияға тапсырмаймын дейді. Азра: қалай сонда? Мен үйге қайтуым керек пе? Мен ол үйге бармаймын. Ол үй маған түрмеден де жаман дейді. Джихан: жоқ, үйге де қайтпай-ақ қой. Сен бір күні мені жақсы көрерсің деп күттім, бірақ ол болмады. Енді ажырасайық дейді. Азра: бұл сенің тағы да ойының ба? Мені қинағың келе ме дейді. Азра сенбей: қалай сонда менімен оңай ажырасасың? Сен мені мүлдем жазаламайсың ба дейді. Ажырасудың себебі ретінде шешілмейтін келіспеушіліктер деп көрсетеміз. Үйде болған нәрселердің бәрін ұмытамыз. Мен үндемеймін, сенің қылмысыңды жасырамын. Ал сен менің саған істегенімді айтпайсың. Келістік пе дейді. Азра да: жарайды, келісем дейді. Мұстафа ашуланып Азраға: неге келістің? Үйге қайтуға келістің бе дейді. Азра: жоқ, Джихан ажырасуға келісті. Ол мені ұстап бермейді. Ол үндемейді, есесіне мен оның жасаған азаптары туралы айтпаймын дейді. Мұстафа қуанып: яғни сен түрмеге отырмайсың ба дейді. Азра: жоқ, отырмайтын болдым дейді. Азра мен Мұстафа екеуі қуанып бір-бірін құшақтайды. Севим ханым мен Джан ауруханаға Джиханға келеді. Анасы: мұны саған кім істеді? Қарғысатсын оны дейді. Джихан: анашым, білмеймін дейді. Джан Джиханға: тірі қалғаныңа шүкір де. Мен мұнда сен үшін емес, анам үшін келдім дейді. Анасы Джиханға: неге ағаларың саған ашулы? Бәрін айтсай дейді. Джихан: бәріне мен кінәлімін, ана. Мен қажетсіз істерге араластым. Мен мұны Серхаттан жасырып істедім. Енді мен соның жазасын тартып отырмын дейді. Илким анасына: мен бүгін достарымды үйге шақырған едім, енді одан бас тартып отырмын дейді. Берак: оларды осында шақыр, мен үшін проблема емес дейді. Илким: ана, мен достарымды мұндай ауданға шақырып ұятқа қалғым келмейді дейді. Сол сәтте Тибет Берактың үйіне келеді. Берак: сен мұнда не істеп жүрсің дейді. Тибет: бізге сөйлесу керек дейді. Берак: қыздарым үйде, мұнда болмайды, бақта сөйлесейік дейді. Серхат Хаялға хабарласады: мен сендерді алып кетуге бара жатырмын дейді. Қыздар: бірақ біз үйге қайтпаймыз дейді. Серхат: жоқ, үйге қай кезде қаласаңдар, сол кезде қайтасыңдар. Қазір мен сендерді басқа жерге апарғым келеді дейді. Бұрынғыдай мұз айдынына барайық, аздап көңіл көтеріп, сосын сөйлесейік дейді. Қыздар: әке, бірақ бұрынғы күндер өтіп кетті дейді. Серхат: қыздар, неге түсінбейсіңдер? Мен уәдемде тұрдым. Мен өміріме ешкімді кіргізбедім. Біз тек Кадерді құтқару үшін ғана Зейнеппен үйлендік дейді. Илким әкесіне: қазір келмей-ақ қой, тағы да жанжал шығады дейді. Серхат: мен енді аналарыңмен ұрыспаймын дейді. Илким: мен анам туралы айтып тұрған жоқпын. Серхат ашуланып: ол оңбаған, ол жақта не істеп жүр дейді. Жарайды қыздар, кейін хабарласамын деп телефонды өшіріп қояды. Берак Тибетке: сен есіңнен адастың ба? Маған қалай ондай нәрсе ұсынасың? Кет үйімнен дейді. Тибет: не келісесің, не мен Серхатқа Кадердің әкесі туралы шындықты айтамын дейді. Берак: Джиханмен бірге маған қоқан-лоққуды көрсетуді тоқтатыңдар дейді. Хаял шығып: ана, әкем осында келе жатыр дейді. Берак: жақсы, үйге кіре бер, Тибет ағаң қазір кетеді дейді. Берак Тибетке: кет дейді. Қыздардың көзінше жанжал шығарма дейді. Тибет: жарайды, қазір кетемін. Бірақ бәрібір ойлан. Егер менің ұсынысымды қабылдамасаң, не болатынын ойлан дейді. Зейнеп үйіне келеді. Анасы Зейнепке не болды дейді. Эбру Зейнепке: анама шағымдануың аз болды ма? Енді әкеме айтып қойдың ба дейді. Әкесі Эбруға: сенің әпкең неге шағымдануы керек маған дейді. Эбру: әке, оның күйеуі мені жұмыстан шығарды дейді. Зейнеп: Серхат дұрыс істеді. Ол бұл жұмысқа тәжірибесіз келіп, қателік жіберді. Ал Серхат соған ашуланды дейді Зейнеп. Рафика: оны ойыңа алма. Бұл қонақ үйде онсыз да проблема көп. Бәлкім осылай жақсырақ шығар дейді. Әкесі Эбруға: иә, қызым, уайымдама. Басқа жұмыс табасың. Сендер әпкелі сіңлісіңдер. Мұндай нәрселер үшін ұрыспаңдар дейді. Зейнеп анасына: мен әкемен сөйлестім, саған да айтайын деген едім.
біз серхатпен сұхбат бердік, некемізді бәріне жарияладық дейді. Әрине бұл неке біз үшін жалған, бірақ көпшілікке шынайы болып көрінсін дедік. Эбру ашуланып, әпкем байдың жұбайы ретінде сұхбат береді екен, ал мен мұнда кілем қағып жүрмін дейді. Зейнеп: Эбру, мен байып кеткен жоқпын дейді. Әкесі қыздарына ұрсып: сендерге не болды? Естеріңді жиыңдар. Шынымен жау сияқтысыңдар. Сендер әпкелі сіңлісіңдер, не істеп жатырсыңдар дейді. Зейнеп: жарайды әке. Айтпақшы, Мұстафа қайда? Таңнан бері хабарласамай жүрмін дейді. Анасы Зейнепке: саған Мұстафа не үшін керек? Бірдеңе болды ма дейді. Зейнеп: Азыра ханым үйден қашып кетті дейді. Анасы: бұның ағаңа не қатысы бар дейді. Сол сәтте Мұстафа келіп қалады. Бүкіл отбасы жиналып отыр екенсіздер, менің сіздерге қонағым бар деп Азыраны үйіне кіргізеді. Севим ханым Джиханды уайымдап жылап қалады. Джихан: ана, өтінемін, жылама, уайымдама дейді. Мен өз-өзімді жек көремін, өлгенім жақсы еді дейді. Анасы: Алла сақтасын, не айтып тұрсың, мұндай сөздерді айтпа дейді. Джан: ешкім сенің өліміңді қаламайды, қандай болсаң да сен біздің бауырымызсың дейді. Анасы: Азыра неге келмей жатыр дейді. Джихан: Азыра маған опасыздық жасады дейді. Жан: не айтып тұрсың Джихан? Азыра ондай іс жасамайды дейді. Джихан: естеріңізде ме, Берак туралы да солай айтқан едіңіздер. Соңында не болды? Шындық ашылды дейді. Азыра маған Зейнептің ағасымен опасыздық жасады. Мен бәрін білгенде олар бірге қашып кетті дейді. Мұстафа үйіндегілерге Азыраны осында тұрады дейді. Анасы: саған баратын басқа жер жоқ па? дейді. Мұстафа: ана, ол күйеуімен ажырасып жатыр, оған бастапқы кезде көмек керек дейді. Азыра Мұстафаға: ештеңе етпейді, мен өзім тұратын жер табамын дейді. Мұстафа: әке, бірдеңе айтшы, оның ешкімі жоқ, біз оған көмектесейік дейді. Әкесі: сен көмектестің, ал соңы немен аяқталды? Сені шабуыл жасадың деп соттады дейді. Мұстафа: ол кезде жағдай басқаша еді, Джихан оны куәлігін өзгертуге мәжбүр етті, ол өздігінен өзгертпеген дейді. Зейнеп Азыраға: мен сендердің үйіңе қайбір кезде барғанымда, сен Джиханмен бақытты сияқты көріндің. Күйеуіңмен демалысқа барып, бірге уақыт өткізуді жоспарлап едің. Енді не болды дейді. Азыра: мен онымен өмірімді жалғастыра алмайтынымды түсіндім дейді. Мұстафа Зейнепке: ал сен өзіңше, Кадер үшін бәріне бардың ғой дейді. Зейнеп: аға, ол бала, бұл бөлек нәрсе дейді. Анасы: жетеді, біз тағы бір адамды асырай алмаймыз, сен бұл жерде тұра алмайсың дейді. Мұстафа: ана, сонда біз оны көшеге қуып шығуымыз керек пе дейді. Анасы: Мұстафа, сен анаңа қарсы сөйлеп тұрсың ба дейді. Мұстафа: жарайды, онда мен де Азырамен бірге кетемін дейді. Азыра: Мұстафа, болмайды, сен отбасыңды тастап кетпе, мен өзім кетемін дейді. Зейнеп пен әкесі Рафикаға: қоя бер, қайда барса онда бара берсін дейді.